Кернеулі бас ауруы. Бас аурулардың ең көп таралған түрлерінің бірі. Әдетте мұндай ауырсыну мойынның жоғарғы бөлігінде локализацияланған. Бастың шүйде және самай аймағына таралады. Кейде бастың маңдай бөлігінде басу сезімі пайда болады. Мұндай ауырсынуды көбінесе жұмысы ұзақ уақыт бойы мәжбүрлі қалыпты жұмыс істейтіндерде кездеседі. Бұл кеңсе қызметкерлері, жүргізушілер, шаштараздар, косметологтар, тіс дәрігерлері, маникюр шеберлері және студенттер. Бас ауруы 20 жастан 50 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдерде жиі кездеседі. Ұзақ қалыптағы жүктеме мойын жаға аймағындағы және бастың шүйде бөлігіндегі бұлшық сіресуіне әкеледі. Осылайша ауырсыну пайда болады. Бас ауруының тағы бір факторы стресс. Эмоциялық күйзеліс пен шаршау мойын мен беттегі бұлшық еттердің сіресуіне әкеледі. Көптеген адамдар ауырсынуды жеңілдету үшін дәрі-дәрмектерге жүгінеді. Алғашқы кезеңдерде мұндай әдістер көмектеседі. Бірақ егер сіз күнделікті режимді және әдеттеріңізді өзгертпесеңіз, бұл симптомдардың артуына және шабуылдардың жиілеуіне әкеледі. Ауырсынудың қарқындылығы артады, бас айналу және шуы пайда болады. Қан тамырларымен проблемалар туындайды. Ауырсыну тұрақты болады және бірнеше күнге созылуы мүмкін. Бастың сақина тәрізді ауырсынуы күшті болуы мүмкін. Ол әдетте басқа симптомдармен қосарланып жүреді. Мысалы дыбысқа, немесе жарыққа сезімталдықпен, немесе жүрек айнумен өтеді. Сақина тәрізді бас ауруы кезінде ауырсыну салқылдауы мүмкін. Ол әдетте бастың бір жағынан басталып, бастың бүкіл аумағына таралады. Ауырсыну әдетте дене орналасуын өзгерткендей күшейеді. Сақина тәрізді бас ауруы тағамға кейбір өнімдерді, шоколадты, сырдың кейбір түрлерін, немесе натрий глутаматын тұтынудан, кофеин, ұйқы қанбауы, немесе алкоголь қабылдаудан туындауы мүмкін. Ауырсыну бұл денеде проблема бар екендігі туралы білдіретін рецепторлардың сигналы. Сондықтан ауырсынудан құтылу үшін оның пайда болу себебін табу керек. Бас аурудың негізгі себебі мойын жаға аймағы мен иық белдеу бұлшықеттерінің физикалық әрекетсіздігі және содан дамитын ми тамырларының гипоксиясы. Сондықтан күнделікті қарапайым жаттығулар жасау арқылы бұлшықет тонусын және серпімділігін қалпына келтіру керек, және күнделікті суды қалыпты мөлшерде тұтыну ұсынылады. Сирек жағдайда бас ауруы келесі ауыр жағдайлардың симптомы болуы мүмкін. Ми мен оның бетін жауып тұратын жұқа қабықшаның арасындағы ымақта қан кетуі, субарахноидальды қан кету, жоғары артериялық қысым, мидың инфекциялық аурулары, менингит, энцефалит немесе абсцесс, мидың ісігі, бас сүйегінің астында сұйықтық жиналуы, бұл мидың ісінуіне апарады, гидроцефалия, бас сүйектің ішіндегі қысымның артуы, иісті газбен улану, ұйқы кезіндегі оттегінің жетіспеуі, қан тамырларының аурулары, оның ішінде артерия-вена мальформациясы, мидың аневризмасы және миға қан құйылуы. Егер сізде айына кем дегенде 4 рет басыңыз ауыратын болса, онда сіз өзіңіздің дәрігеріңізге барып қаралуды ұсынамыз. Дәрігер сізді одан әрі тексеру үшін қажетті инструменталды зерттеулерді тағайындайды және сізді қарап тексеруден өткізеді. Дендеріңіз сау болсын.